Тойдың болғанынан болатсы қызық. Финалды сен ұзақ күтесің. Ал ол зу етіп өте шығады. Аққа құдай жақ деген бекер емес екен. Реал 14 дүркін Элче жеңімпазы. Ойын 37 минутқа кеш басталды. Стадионға кіру фанаттар үшін ұзақ уақыт алыптымыз. Жанкүйерлер өз орындарына кеш орналасыпты. Организаторларға үлкен сын. Ұйымдастырушылар кеше бұлай көрінді. Harry Maguire! Билетсіз фанаттар кіріп кетуге шақ қалыпты. Полиция оларды жасауратқыш газбен тоқтатқан. Негізі финал Санкт-Петербургта өтуі тиіс болған. Не себепті Парижге ауысқандығын білесіздер? Пютон, Россия несі главный мистер. Ливерпуль автобуста пробкаға түсіп қалып стадионға кеш келіпті. Реалдан 20 минутқа қалып келді. Нема? Месін сайттықтарда қазақтың қаны жоқ па случай? Өзіміз ғой, мен өзім Шымкенттікім барады, мен қазақпын. Ливерпуль фанаттары келді. Реалдың да фанаттары осында. Элченің 13 және 6 дүркін чемпиондар кездесті. Ең үздік және үшінші үздік көрсеткіш. Ливерпуль жеңгенде Миланмен теңесетін. Қолдан келмеді. Сезімді шешсіге сезіне алмадым. Матчты стадионнан белгілі тұлғалар қарады. Бензема, Кросс, Модрич, Казимиро өздерінің Элчедағы 5-ші финалдарын өткізді. Тек Роналду мен Мальдиниде ғана көбірек. 6. Чемпиондар кубогы есепке алынбайды. Ал жалпы Реалдың 9 ойыншысы Элчедағы 5-ші трофейлерін жеңді. Жалғыз биылдың өзінде 5 Элче. МЮ, Челси, Сити, Арсенал, Тоттенхэм барлығын қоса есептегенде онымен тең. Сәттілік кеше футболды жең. Рух пен фарт Реалдың осы сезондағы басты көздері болды. ПСЖ, Челси, Сити, Ливерпуль. Миссия орындалды. Бұл ертегі. АПЛдың осы маусымдағы топ 3-тігін жеңді. Тек Тоттенхэм ғана қиынырақ болды оларға. Өйткені олармен ойнамады. Таулардан қорғап өтемін саңғарларда топ. Реал клубтар бұлай тұрсын, лигалармен жарысып жатыр Элче жеңуде. АПЛ командалар 14, А сериясында 12, Бундеслига 8, Реалдың өзінде 14. Алло, Мбаппе? Пошел нахуй! Матч алдында фаворит Ливерпуль саналған сәтте. Зовут меня кенты, чё там, брат? Ал мына сәтте Фабиньодан рикошетпен доп офсайдтағы Бенземаға келді. Лайықты есепке алынбады. Офсайд жоқ қой? Игрок тұрып Марадардың орнына выступать етіп кетеді ол. Ақылды офсайд. Кепаның Тоттенхемге қарсы ойынын еске алайық. Реал 59 минут үндемей жүріп 60-қа тақағанда гол соқты. Авторы Винисиус. Ұйықтап қалған Трент. Винисиус 2009 жылдан бері алғаш рет Элче финалында гол соққан ең жас ойыншы адам. Ол кезде Месси, МЮге 21 жасында гол соққан еді. Винка ғой, Винка! Матч қаһарманы Куртуа. Ол кешегі ойында. Он избранный. Чемпиондар лигасындағы мансабында ол жалпы 59 сейв жасады. 2004 жылдан бері есептесек, бұл рекорд. Одан бөлек, осы сезонда ол плей-оффта ең көп сейв жасаған қақпашы. 9 сақтау. Жігіт не стена деген әңгіме гәп па дедім ғой мен. Стена жігіттер бар екен ғой, действительно ше. Бақыт болыңыздар, братан. Тойларыңызда қызметтеміз, Құдай қаласа. Салах кешегі ойында. Ол үшін өте сәтсіз маусым болды. Африка кубогінде жеңілді. Әлем чемпионатына шыға алмады. АПЛ титулы да болмады. Элче финалында тағы сынды. Бұл жолы морально. Қолы аман. Реалдан 2018 жыл үшін кек алам дегенге келтіріп еді. Реал финалдан басқа плей-оффтағы барлық ойында гол өткізді. Ливерпуль 30 гол қайда қалды? Шерифтен консультация алуға жетпеді. Ливерпуль көтін ескеші. Квадрупл? Қой. Собственный квадрупл жеңген Анчелотти. Бастапкер ретінде Элчені 4-ші рет жеңді. Бұл рекорд. Миланмен 2 рет, Реалмен 2 рет. Зидан мен Пейслиде 3 кубоктан. Пейсли кетчте. Менди, Карвахал, Альверде. Папа Карло Ливерпульге қарсы финалда 3 рет ойнады. Әйгілі Стамбул финалындағы жеңіліс. Одан соң дәл сол Миланмен бірге реваншы және кешегі жеңісі.
Ал Ливерпуль жалпы осыған дейін Реалмен финалда 2 рет ойнады. 81-де дәл осы Парижде 1-0-мен жеңді. 18-де Киевте 1-3-пен жеңілді. Именно сол 81-ден бері Реал финалда жеңілмей келеді. Одан кейінгі 8 финалын жеңіп отыр. Короче, Элче финалында әлі жеңілмеді. Есімде жоқ, шынымды айтайын. Өтірік айтпай қояйын сізге, Махамбет. Ал Кетч финалында 3 рет жеңілген. 81-ден бөлек 62 жылы Бенфикаға, 66-да Интерге. Ал айырмашылықты сезін. Шешіңнен сені туған айналдым Бензема деп жатыр Реал фандар. Алтын доп жақындай түсті оған. Жақында 7-шіде. Айтпақшы, Каримнің анасы міне Малика Бензема. Әке, Ливерпуль ұшты, не істейміз? Қорықпа балам, Айнтрахт бар алда, суперкубокта. Реал финалдағы жеңісі үшін 22 миллион. Ливерпуль финалист болғанына 15,5 миллион евро сыйақылы. Жалпы Мадрид Элчеда осы маусымда 109,8 миллион евро табыс тапты. Ал Ливерпуль 115,8. Реал суперкубок қатысушысы ретінде тағы да бонустар алады. A bonus, please. We would really need. Испаниялық клубтары Элче және Кетчті 19 рет жеңді. Бұл рекорд. Англия командаларында 14 жеңіс. Ал салыстыр. АПЛ, Ла Лига. Все равно я сильней. Сонымен маусым аяқталды достар. Теңдессіз лига мәресе жетті. Бізге ешқандай суперлига қажет емес. Элче жасасын, пікірлерің жазыңдар. Маусым несімен есте қалды? Қай матчтар ойнады? Қай команда сенімді ақтамады? Қай ойыншы үздік болды? Әрбір пікір маңызды. Ендеше келесі маусымда кездескенше. Сау! Бұл Реал деген действительно заебал болды негізі. Осы Реал үшін Элчеда дохуя көп қалай етеді. Достар, Сетанда Қазақстан телеарнасындағы маусым қорытындысы бойынша үздік комментатор анықтау барысында финалдық кезеңдеміз. Финал аяқталуға жақын. Маған дауыс берейік. Сілтеме төменде. Кел бері, қолыңды соз маған еңбектен тербеле. Билесін өзгелер бұл битпен сөз берем. Ақталат маңдай тетерлеткен еңбектеп. Кел бері, қолыңды соз маған еңбектен тербеле. Билесін өзгелер бұл битпен сөз берем.